Арманда кеткен арғымақ. Адамның болады арғымағы, биік тұғын ойлары, мінез ары. Көк жиек мәңгі өмірге ерте кетті, қыршынынан қиылды көп арманы. Хош бол жандос азаматым, болушы едің тұяғасыл бір қазақтың. Доспамбет жырау жырлағандай, дүниенің басы сайран, түбі ойран. Тіріге жан сыйлап, оны өз алатын бір Алла, кез келген адамға санаулы да өлшеулі ғұмыр кескен. Алайда жастайынан қыршынынан қиылған тағдырлар айналасына әсіресе ауыр тиеді. Бұл үлкен сынақ. Тура бір жыл бұрын қарағайдай қайғы Нұрғазиевтар әулетін шайқалтқан болатын. 2017 жылдың 26 маусым 31 жасқа қараған шағында Жандос Азатқалиұлы өзінің қызметтік борышын өтеу кезінде өмірден озды. Көлденен келген кесапат баққа балаған дара ұлды, ерекше қымбат бауырды, аяулы жар абзал әкені арамыздан алып кетті. Амал не? Бір күнде жарқ еткен жұлдыздай ағып түсті. Артында қайғырып ата-анасы, бауырлар мен туыстары, жары мен қос қызы және бір ұлы қалды. Ол 31 жыл бергісіз өмірін мағыналы өткізді. Жандос Азатқалиұлы 1986 жылы 4 тамызда Алматы облысы Панфилов ауданы Көктал ауылында дүниеге келген. 7 жасқа келгенде кішкентай Жандос Абай орта мектебінің табалдырығын аттады. Жандос мектеп қабырғасында жүріп үлгілі оқушы, оқуда озат, өз ортасында көшбасшы атанып, 2004 жылы мектепті өте жақсы бітіреді. Жандос бала кезден өнерге, спортқа бейім болып өсті. Мектептегі түрлі үйірмелердің белсенді мүшесі болып, қоғамдық жұмыстарға қатысып жүрді. Орта мектепті бітірген соң, жас баланың арманы оқуға түсу, білімін жалғастыру болады. Жоғарғы оқу орнына түсу сол кездегі жастар үшін шын мәнінде арман еді. 2004 жылы Жандос Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің алғашқы әскери дайындық факультетіне оқуға түсті. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнің жоқ деген принципті ұстанған Жандос студенттік өмірін жаңа белестермен, жаңа біліммен толықтырды. 2008 жылы оқу ордасын ойдағыдай тәмамдап, дипломын алады. Сол жылы, яғни 2008 жылы Жандос Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атындағы Заң университетінің құқықтану факультетіне түсіп, аталған оқу орнын 2010 жылы бітіріп шықты. Біреудің үміт артқан жалғыз едің, бойыңда қалыптасқан бар мінезің. Елге сыйлы халықтың азаматы, бір әулеттің тірегі өзің едің. Біреудің арқа сүйер асқартауы, біреудің Құдай қосқан асыл жары. Алладан келген сынақ деп білеміз, тағдырдың пешенеге жазылғаны. Сенің бейнең жүрегімде сақталады, күлімдеп құшақ жая қарсы алады. Дара ұл, асыл әке, аяулы жар, ұрпағың бір өзіңмен мақтанады. Көп еді асқақ арман мақсатымыз,
Кең еді көкке жайған қанатыңыз, өтсе де мейлі айлар, мейлі жылдар, өшпесін жандос деген жақсы атыңыз. Өмір бізге ұсынғандай қаталсын, пешенеңе жазылғанды татарсың. Бірде оның тартуына мәз болып, енді бірде мұң теңізге батарсың. Біліп едік, дәл осылай боларын, өміріңнің бұлай ерте соларын. Тепсе темір үзгендейін соғылды, жоқтап күнде жанарға жас толарын. Көп еді әттең армандарың ойыңда, ізгі мінез басым еді бойыңда. Сол бір күні тастап бізді кеткенің, жүрген кезде әрі күтіп ойымда. Келмедің ғой, келем деп кетіп едің. Әке сені еске алып өкінемін. Айтсам деген өзіне сырым қанша, көзіме бір көрінші өтінемін. Түсіме бүгін тағы кірші әке, кетпеші жанымда сәл жүрші әке. Басымнан сипап менің баяғыдай, шашымнан бір иіскеп күлші әке, күлші әке, жүрші әке. Қабірің сен іздеп неге келдім? Келе бердім, келеді келе бердім. Тілек айтты сен үшін апаларым, болмадың ау тойында немереңнің. Түсіме бүгін тағы кірші әке, кетпеші жанымда сәл жүрші әке. Басымнан сипап менің баяғыдай, шашымнан бір иіскеп күлші әке, күлші әке, жүрші әке. Досы көпті жау алмайды дегендей, жандос аса көпшіл болды. Қай жерде болмасын, достармен жиі бас қосып отырғанды жақсы көретін. Айналасын таспен емес, доспен қоршаған жандос достыққа өте берік еді. Ешкімнен қол ұшын аямайтын, содан да болар жанынан достары арылып көрген емес. Сонымен қатар Ақжарқын турашыл мінезімен әріптестеріне, достарына, оны білетіндердің бәріне қадірледі. Ол ата-анасынан алған тәрбиемен аз ғұмырында жиған беделінің арқасында өзі жүрген ортаның серкесі деуге лайықты азамат болып өсіп келе жатқан болатын.
жеңеш-ай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңеш-ай, томпидым жеңеш-ай, мен саған өкпелеп, томпидым жеңеш-ай. Өкпем-ай, жеңеш-ай, сағымның сәулем, сен ойлай. Өкпем-ай, жеңеш-ай, сағымның сәулем, сен ойлай. Жандос Азатқалиұлы еңбек жолын 2009 жылы сәуір айынан бастап Алматы қаласы Ішкі істер департаментінің жедел қимылдайтын арнайы жасақ бөліміне жұмысқа орналасты. Ол 2009 жылы қыркүйек айында лейтенант, 2011 жылы қыркүйек айында аға лейтенант, 2014 жылы қыркүйек айында капитан атағын алды. Жандос өзінің кішіпейілділігімен, жұмысына деген ынта-жігермен әріптестеріне үлгі бола білді. Өзіне жүктелген тапсырмаларды абыройлы атқарды. Жандос шымырда шыныққан, небір қауіпті операциялар кезінде әріптестеріне кәсіби шеберлігімен үлгі болған және өнермен елді тамсандырған ақ жарқын азамат еді. Ешкімді жатсынбайтын Жандос ішкі істер органына қабылданған күннен бастап-ақ Алматы қалалық ішкі істер департаментінің қоғамдық өміріне белсене араласты. Бірнеше аспаптың құлағында ойнайтын өнерпаз алғашында департаменттің қорына қатысса, сәл кейінірек сақшылар квартетінде өнер көрсетті. Менің елім Қазақстан конкурсының және Ішкі істер министрлігі жариялаған Мәңгілік ел боламыз атты конкурстың лауреаты атанды. Сондай-ақ Жандос бірнеше жыл қатарынан Ішкі істер министрлігінің насихатшылар тобының құрамында еліміздің түкпір-түкпірін аралай жүріп, Қазақстан полициясының беделін көтеруге де өзіндік үлесін қосты. Өз ісіне асқан жауапкершілікпен қарайтын, білімді де білікті жас маман, тапсырылған қай істі болмасын тиянақты, нәтижелі орындауға күш салатын. Жандос өзіне де, өзгеге де жоғары талап қоя білетін. Біздің Жандос мейірімді де қарапайым азамат болатын. Оның жарқын бейнесі біздің жүрегімізде мәңгі сақталады дейді Алматы қалалық Ішкі істер департаментінің кадр жұмысы басқармасының бастығы, полиция полковнигі Ораз Жандосов. Біз үшін Жандос туралы өткен шақта сөйлеу өте ауыр. Кеше ғана арамызда жарқылдап жүрген азамат жайлы естелік айтуда оңай емес. Біздің жасақтың жұмысы бәрімізден бір қолдың саласындай қимылдауды талап етеді. Небір қауіпті шараларды үлкен жауапкершілікпен орындау кезінде Жандос ерекше көзге түсетін. Ол өз тәжірибесін жасаққа жаңадан қабылданған жас жауынгерлерге талмай үйретіп, өзін тәлімді тәлімгер ретінде де таныта білген қызметкер еді. Біз бүгін қиын да жауапты мамандық иесінен айырылып отырмыз. Сенің ақжарқын бейнең әріптестеріңнің жүрегінде мәңгі сақталады, Жандос, дейді Алматы қалалық Ішкі істер департаментінің жедел әрекет ету жасағының командирі, полиция подполковнигі Афанасенко. Жандос жаста болса, осы аз ғана уақыттың ішінде көптеген белестерді бағындырып үлгерді.
қайда, өстірен сасаң көңіліңе оңайма, ой жаным күләйла, кешегіңде күндайда, өстірен сасаң көңіліңе оңайма. Қапияда қаза болған Жандостың артында Асқар таудай әке шешесі, сүйікті жары, 3 баласы қалды. Артында бар оңалар дегендей, әкесі бақилық болған кезде артында 4 жасар Жанерке мен 2 жасар Мерей деген қос қызы және анасының құрсағында әлі дүние есігін ашпаған ұлы қалған еді. Әкелерін іздеп, сағыныштан жылайтын кішкентай періштелерімізді жұбататын сөз табу оңайға соқпайтыны анық. Асыл жарынан жастай айырылса да, сұм ажал шаңырағын шайқалтса да, қайғыға бой алдырмай, балаларына көз жасын көрсетпей, әке орнына әке, шеше орнына шеше болып, осы балаларды әрі қарай жеткізу, қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға шоқтырмай өсіру өзіне жүктелген үлкен жауапкершілік екенін жары Мәдина өте жақсы түсінеді. Әкесінің қазасынан кейін, 2 айдан кейін дүниеге Жалғас есімді ұлы келеді. Жандосымның жалғасы бол деп, атасы атын Жалғас деп қояды. Қазіргі таңда ата-апасының көз шырағына айналған Жалғас 8 айлық. Дүние дей шағында гүлденеді, құбылып алуан түрлі түскен еді. Жыл сайын ақпан ауып наурыз келсе, еріксіз иектейді мұң денені. Анаңа ауыр тиді-ау мынау қайғы, әлі күнге теңселіп тұра алмайды. Жалғыз ұлға қолымен топырақ салған, қайғысына азаның кім шыдайды? Балаларың алаңдайды әкембе деп, жарқ етіп ортамызға келеме деп, жарыңда осы үмітпен күн кешуде, қайғыдан сағат сайын жүрген жүдеп. Ту едің қатарыңның арман асқақ, әрдайым еске аламыз біз құрметпенен. Жастай кеткен Жандосқа ұл-қыздарының болашақ шағы мен өскеніне куә болу, олардың рахатын көру бақыты бұйырмады. Әкесінің жасамаған жасын, көрмеген қызықтарын, жетпеген жетістіктерін Алла тағала осы 3 баласына бұйыртсын деп тілейміз дейді немерелеріне бас көз болып отырған апасы мен атасы. Қара домбырасынан шалқыта күй төгіп, қоңыр даусымен айналасын әсем әнге бөлеп жүретін Жандостың жарқын бейнесі тек отбасы үшін ғана емес, онымен бір сапта қызмет атқарған әріптестері үшін де ұмытылмайтын бейне болып қала бермек. Алла адамның өмірін өткермеген жасымен емес, жасаған ісімен, ізгілігімен өлшейді. Жандос ордабұзар шағында кемелді жастың сауабын жинауға асыққандай еді. Мәрттігі қорғаны болсын. 18 000 ғаламның иесі, дара ұлдың, қымбат бауырымыздың, аяулы жар Абзал әкенің бойына қарапайымдылықты, кішпейілділікті, адалдықты, еңбекқорлықты құйып қойған болатын. Енді сүйікті құлдарының қатарынан
жұмақтықтардың тізімінен қылғай деп қол жаямыз. Әумин. Жаратушымыз пендесіне қандай тағдыр дайындаса да, оған күпірлік келтіру күнә делінген Құран кәрімде. Сондықтан иеміз бәрімізге сабыр сыйлап, жандостың рухына рахым рахатындай бұйырғай. Алланың мейірімі мен пайғамбарымыздың шапағатында бол, арманда кеткен арғымағым. Сенің жарқын бейнең жүрегіміздің төрінде мәңгі сақталады. Vay tamam.